Компьютердің қыр-сырына қаныққан қырдағы қазақ қазір интернеттің игілігін көріп жатыр. Бұрын ауыл үшін ғаламтор ғажайып арман көрінсе, бүгінде кез келген үйде интернет қосулы. Тіпті 5 жасар балада қолына жұқпай компьютердің құлағында ойнайды. Енді ауылдағы ағайын үшін тағы бір мүмкіндік туды. Тұрғындар бұдан бұлай жоғарғы сапалы интернет қызметін пайдалана алады. Қазақтелеком акционерлік қоғамының арқасында. Елдегі жетекші оператор Қостанай облысында сымсыз байланыс жүйесін пайдалана отырып, ғаламторға кең жолақты қосылу жобасын іске қосты. Қанатқақты жобамен осы өңірге сапар кезінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та танысты. Сымсыз байланысты қолданудың бірінші кезеңінде еліміздегі болашағы бұлыңғыр емес деген ауылдардың бәрі телефонмен қамтылды. Баған орнатып, әр үйге желі тартудың әуресінен құтылғандықтан бұл жұмыс аз уақытта жүзеге асты. Бүгінде ауылдық елді мекендердегі абоненттер саны 1 миллионнан асқан. Ендігі кезекте ауылдықтарды жетілдірілген ғаламтор қызметімен қамту тұр. Бұл ауыл мен қала тұрғындары арасындағы ақпараттық теңсіздікті жоюға мүмкіндік бермек. Жаңа қызметті көрсетіп жатырмыз. Сымсыздық интернет аудандарда, енді 3 аудандарда Қостанай облысының ішінде біз мұндай қызметті көрсетіп жатырмыз. Ол қызмет енді CDMA 450 стандарттың ішінде кіріп жатыр. Қанатқақты жобамен Қостанай облысына сапар барысында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та танысты. Егіс алқабының ортасына орнатылған компьютер интернетке, ал телефон әлемдік байланыс торабына қосылған. Менің ойлағанымша, енді 2-3 жылдың ішінде түгел аудандарда Қазақстанда мұндай қызметті біз көрсетеміз. Ауылдық жерді сапалы интернетпен қамтуға бағытталған бұл жоба 30 корпоративті көшбасшы мемлекеттік бағдарламасы аясында қолға алынып отыр. Дәуренбек Әбдібек, Ермек Мұхамедияров, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қостанай.